Бәріне сәлем. Бүгін мен цифрайыққа влог жүргізім келіп кетті. Сол театрға барам. Пай-пай жаш байлар деп аталады қойылым. Соны көруге баратырмын. Қызықты болса көріңдер. Outfit of the day. Маған бәрі жазғы киімдер, бұның бәрін шығару керек. Қысқы киімдерді салу керек. Қазақ Репабликтан нашаларым қатты ұнайды, сапасы жоғары, күшті. Бірақ бар ғой, талия бар ғой, бел жақ өте андай қыпша белге арналған ба білмеймін. Мына ері үлкенді, оверсайз. Мына жағы қысат барлығын. Бірақ маған дәл қазіргі сәтте дәл кеп тұр, просто нюанс болып тұр да, сондай. Бай, шашым жай шығам, көреміз қазір. Ауа райы жылы, бірақ кожанка киетіндей болып тұр, өйткені бұйырса бір жарым, 2 сағаттан кейін аяқталады ғой спектакль. 5-те басталса, бір 7-ге қарай шығармын әрі кетсе. Ауыл уақытта күн салқын болып тұрады. Сондықтан шарфик алам деп ойлағам, бірақ too much болып кететін сияқты. Менің шарфигім мынандай қысқа шарфигім бар, handmade, you know. Бірақ ол ыстықтатып жүретін сияқты, сондықтан тек қана осылай шығап. Сондай әңгіме. Достар, вайб маған ұнап тұр. Білмеймін, бірақ камерада қалай көрініп тұрғанын білмеймін, шыны керек. Өз-өзімді дұрыс көрмей тұрмын, просто тупа алып сөйлесіп жатырмын. Прям вайб күшті. Бүгінше ауа райы кереметші. Маған ұнап тұр, наерді өзгеріп тастаған ба, вроде наер болмаған. Білмеймін, еле өтпегеннен көп. Мынандай жер жаңадан ашылған сияқты, шыны керек. Вообще, камера зумы вообще мықты. Вайб, прям достар. Маған ұнайды мынандай вайб. Боже. Мен шыны керек нәрлерден жиі өтем, бірақ назар аудармаймын. Мына жерді көрдім, бірақ қатты назар аудармаппын. Мына жер жаңадан ашылған сияқты. Қараңдар қалай күшті. Вайб, достар, вайб. Әдемі көрінеді. Мен үшін әдемі көрініп тұр. Қазақстан. What's going on, guys? Мен Сәкен Сейфуллин атамыз. Кеудесі көрік өтемек көк жалғым бірем көк бәрі соғым сорпаның дәмі бар сорғалатайын төкпені. Ассалаумағалейкум қазақ елі.
Tapına sıktım bağlamayınca bir arabay işteki sırından Sürümde sol beynini Aman mısın Zevriş? Siz bir... Olarla tanıyacağız kavga Kız кезінде олардың барлығы нәпнесі, соп-солу, өп-биясы, тап-тамаша. Баяғыда біздің институтта бір қыз жігіті көзіне шөп салған үшін наркоз беріп операция жасап тастаған. Зәуреш, сен есің дұрыс, сен өзің не айттыңанды өзің білеміз, а? Білем, прекрасно, білем. Нахуй күшті oldu маған ұнады. Ой, мен білмеймін қалай тұрғанды, бірақ надеюсь, мен түрім нормально көрініп тұр. Пай-пай, жас байлар атты қойылым маған ұнады. Басты рөлде ойнаған актриса мен актер, актрисалар мен актерлер, мынандай адамдар өте керемет алып шықты, комедия. Көңіл-күйім көтеріп қалды. Күшті, ұнап тұр. Сол. Күшті. Шанда мюзикл дұрыс атасам, сондай вайб, комедия. Нәрде концерт болады ғой дейм, паркта. Күшті әндер орындалды еще. Блин, ауа райы күшті тұр, вайб прям. Нәрде новый дүкен ашылды. Мына дүкен болмаған. Или болды? I don't know. Достармен түрім көрініп тұр деген үміттемін. Ниетім көпті. Маған ше қойылым соншалықты ұнады. Мен Қарақат Әбілдинамен, сол ғана айтады. Қарақат Әбілдинаның Бағым сен деген әнін жүктеп алып тыңдап, өмірге ғашық болып жатырмын, себебі қойылымда сол әнмен аяқтады. Күшті, маған қатты ұнады қойылым, достар. Сәкен театры ұсынып отқан екінші қойылым маған ұнаған. Бірінші сол Ромео мен Джульетта. Сосын пикме отырмын ба, сори. Пай-пай жас жұбайлар. Короче, қысқасы мен вайбындағы спектакльдер ол деген андай La La Land вайбындағы мюзикл. Тілім келмейді, мюзикл. Сондай вайбта. Ұнайды. Соны түсіндім мен. Күшті. И вообще қалада атмосфера күшті болып тұр. Мына жақта орталық саябақ. Қараған концерт па бірдеңе болып жатыр. Елдің бәрі демалып жатыр. Адамдар, қараған адамдар жайма шуақ, өте сабырлы адамдар ғой. Көп жағдайда жұмыс үй деп жан-жақты байқамайсың да. Былай адамдарына қарасан өте интеллигентный, сабырлы, сондай күшті адамдар. Ана кісілердің бәрі блин фиксация жай болып тұр. Демалуға баратыр. Андай паркта қаншама адам бар. Күшті атмосфера. Қарандар. Хорошо, что кішкене не фиксирует, блюр жасауға маяқ қоясыз. Бұрынғы 2006 жылы сондайда түсірді ғой, осындай проекттарға. Сосын сақ қояды ғой, 20 лет назад, сондай вайп болып тұр ше. Қарандар. Чонгук! Я как раз прям камераның күшті қосыппын. This is my future husband. That's my husband. Thank you.
мен білгенше көтеріп жұмыста екенімді бар ғой. Мен қалай түсіргем качествосы. Бірақ нормально. Біз Камила деген құрбыммен серуенге шықтық. Камила, сәлем айтшы. О, боже, прикол сауатқа. Түрім бар ғой, серьезно тұр ғой. Мен этот шапкамен, потому что у меня тип. Далада жер, сондықтан шапкамен мына кісі. Күшін цифровикқа неше жыл болды екен, на самом деле. 11 ма? Қанша білмеймін. Видео ма? Вот осы цифровик, Камила. Міне мынау цифровик. Жақсылап қарап ал. Аты мен кәдімгі жасам Mark II-ді бұл цифровик жүреді. Ол камера. Digital камера. Хотя мынау да digital ғой, типа. Мен түсірші. А это видео? Да, видео. Біз теннис ойнап шықтық сол. Фоточки вот промо кетеді. Я же полноценная ютуберша. Обложкасы. Капец. Әділі иттен қорқады. Алдында бір ит алдымызға шыққан. 5 километр қашты ғой. Күжеш. Сен иттен қорқасың ба? Уақыт міне. Достар, бүгінгі күн жақсы өтті. Бүгінгі демалыс қойылымға барғаныма өте қатты қуаныштым. Маған қатты ұнады қойылым. Қарағанды тұрғыны болсаңыздар, Сәкен театры ұсынған Пай-пай жас жұбайлар атты қойылымға барыңыздар. Кеңес берем. Сондай бүгінгі влог. Келесі влогта кездескенше.